Құрметті жамағат, Аллах Тағала біз ойлағаннан да өте ұлы. Біз Аллах Тағаланың қадірін, Аллах Тағаланың Құранда түсірген білімін, айтқан нәрселерін бәрін абайлау керекпіз. Нені жақсы көреді Аллах Тағала, нені жек көреді, біз осы нәрселерді қастерлеу керекпіз. Әрдайым қандай да бір жұмыс қолыңыздан келіп жатса, отбасыңызда қандай бір жетістіктер болып жатса, ұлдарыңыз бен қыздарыңыздың саны көп болып жатса, жақсы істерден кішкене жасай алдыңыз ба? Жоқ, Аллах Тағала нәсіп етіп, өте көп жақсылықтар жасадыңыз ба? Кішкентай садақа бердіңіз ба? Көп садақа бердіңіз ба? Біреуге қандай да бір күшті көмектер көрсеттіңіз ба? Осы істеріңіздің күллісінен кейін тек қана аузымыздан бір-ақ сөз шығу керек. Ла хаула ва ла қуввата илля билла. Аллах Тағала арқылы ғана болмаса, менде ешқандай күште, қуатта жоқ. Бұл сөз жәннаттың кілті, құрметті жамағат. Себебі бір шайқаста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Муса әл-Ашғариға айтқан екен. Абу Муса деген кезде, мен оған Аллахтың елшісі алдыңдамын, ләббәйк деген едім. Сол кезде ол маған, мен саған жәннаттың қазыналарынан алынған, арнайы бір қазынасынан берілген бір сөзді айтпайын ба дейді. Сонда мен, Аллахтың елшісі, о не дегеніңіз, айтыңыз маған. Ата-анам сіздің жолыңызда төлем болсын деген едім. Ол кісі ла хаула ва ла қуввата илля билла деген сөз дейді. Егер бәріміз назар аударсақ, азаншыларымыз азан шақырған кезде, сондай-ақ хайя алас-сола деген сөзге қарай келген кезде, намазға қарай асығыңдар деген кезде, біздің жүректеріміз намазға қарай асығып, жұмыстарын былай қарай қойып дегендей, сол кездің өзінде шайтан осы нәрсені жүрекке салуға тырысады. Мен өзім бара жатырмын, осындай деген. Тіпті сол жауап бергеніңіздің өзінде қаншалықты жүрегіңізде ықылас болса да, азаншының жаңағы сөзіне не деп жауап береміз біз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өткендей, ла хаула ва ла қуввата илля билла. Яғни ол жерде біз мойындаудамыз, Раббым, сен маған осындай түсінікті бермегенде, сен жүрегіме осындай сезім салмағанда дегендей нәрсе жату керек. Хайя алал фалах деп айтқан кезде де солай. Ла хаула ва ла қуввата илля билла деп жалғаймыз. Міне, құрметті жамағат, осындай жақсы сөздер өмірімізде көп болсын. Аллах Тағала бәрімізді жаман қасиеттерден сақтасын.